Ассалаумағалейкум ағайын, назарларыңызға адам және заң бағдарламасын ұсынамыз. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағымен сіздер таныстыра кетейін. Алматы облысы полиция департаментінің кейбір қылмысқа қарсы іс-қимыл басқармасының аға жедел уәкілі, полиция майоры Әлібек Арланұлы келіп отыр. Қош келдіңіз, Әлеке. Қош көрдік. Енді өзіңізді көргенімізге қуаныштымыз. Енді біздің бағдарламамыз заң саласында түрлі қылмыстарды алдын алу бағытында атқарылып жатқан шараларды насихаттайтын бағдарламаның бірі. Сондықтан қош көрдік дейміз өзіңізді көргелі. Сіздердің салаларыңыз өте күрделі деп айтсам қателеспеймін. Өйткені өзіңіз жақсы білесіз, бүгінде мына қарапайым халықты әсіресе алдап арбау арқылы, сеніміне кіру арқылы сан соқтырып жатқан түрлі алаяқтар көп. Осы алаяқтық қылмыспен қалай алысып жатсыздар бүгінгі таңда? Алғашқы сауалым. Алғашқы сауалыңыз. Енді қазіргі таңда біз ең біріншіден енді профилактика дейміз ғой, халыққа түсіндіру, насихат жүргізу жұмыстарын өте кеңінен жүргізудеміз. Мысалға соның арқасында алдыңғы жылға қарағанда 2025 жылда бір айында, қаңтар айына 100-ге жуық қылмыс тіркелген болатын. Осы интернет алаяқтығы бойынша бір айдың ішінде. Алматы облысы бойынша. Енді қазіргі уақытта бұл қылмыс кәдімгідей төмендеді. Бұның барлығы профилактикалық жұмыстардың жақсы деңгейде жүргізуінде деп ойлаймыз. Енді бұл жерде халықтың санасын көтеру біздің мақсатымыз. Жаңағы цифрлық қауіпсіздігін, цифрлық сауаттылығын көтеру негізінде. Сол бағытта біз деген мектептерде, мектеп оқушыларына түске дейін, түстен кейін олардың ата-аналарын жиналыстар болып жатса, сол жерлерге барып, ол жерде де түсіндіруге жұмыстарын жүргіземіз. Оған қоса осы жылдың басынан міне жастар рухы жаңағы еріктілері бар Қонаев қаласында. Солармен бірлесіп Қонаев қаласында біз және де жастар саясатының жаңағы еріктілерімен бірігіп Қарас ауданында жаңа екі үлкен іс-шара жүргізген болатынбыз. Ол іс-шарада жаңа еріктілердің қолдарына түсіндірме жұмыстары көрсетілген жадынамаларды беріп, жаңағы халық көп шоғырланған жерлерге барып, халыққа түсіндіру жұмыстарын жүргіздік. Енді бұл жұмыстар күнделікті деңгейде жүргізілуде. Оған қоса біз елімізге танымал жаңа әртістеріміз бар. Сол кісілерді арасында енді тартып, осындай бір түсіндірме жұмыстарына үлесін қосса екен деп шақыратын момент жаңағы жағдайларымызда болып тұрады. Мысалға Біләл Ерлан ағамыз да келіп, бізге осындай интернет алаяқтық бойынша түсіндірме жұмыстарын бойынша түсіндіріп, айтып халыққа жеткізген болатын. Яғни танымал азаматтарда белсенділік танытып отыр, сіздерге. Қазақта айтады ғой, бір жағадан бас, бір жерден қол шығар. Әрине өте дұрыс дүние, себебі өзіңіз дұрыс айтып отырсыз. Бүгінгі таңда қарапайым халықта мына заңдық тұрғыдан шыны керек сәл ақсап отқан жайымыз бар. Осы заңды білмегеннен кейін көбінесе жаңағы түрлі құйтырқы әрекеттердің құрығына түсіп жататыны ашық да болса шындық. Енді айта кетіңізші, маман ретінде жалпы осы алаяқтықтың қай түрі бүгінгі таңда дамып отқан? Енді бүгінгі таңда ең көп дамып жатқан бұл SMS-код дейді ғой. Яғни сізге бір социальная инженерия деп айтады бұны. Бұл күнделікті өмірде кездесетін бір ұйымның атынан сізге хабарласып, белгілі бір себептермен SMS-код сұрайды. Мысалға, сим-картаңыздың срогі өтті деуі мүмкін. Оператордан хабарласып тұрмыз, сим-картаның срогі өтті, соны создырғыңыз келсе, сізге міне SMS-код келіп тұр, соны бізге айтып жіберіңіз дейді. Азамат енді оны аңғармайды, алып соны айтып жіберуі мүмкін. Екіншіден Қазпочтадан, енді қазір жастарды алдау бойынша осы өте кеңінен таралып жатыр. Сізге почта келіп тұр дейді. Сол почтаны сіз өзіңізге растау үшін, алу үшін міне SMS-код жолдадық, соны айтып жіберіңіз деп айтады. Және мынау мемлекеттік қызметте жүрген азаматтарға мынау налоговый декларация дейді ғой, салық. Сол бойынша декларацияны қате тапсырдыңыз, соны дұрыстап тапсыру үшін сізге қазір код жібереміз, соны бір айтып жіберсеңіз бізге деп солай түсіндіріп жатқан жағдайлар болады. Одан қоса біз деген банк ұйымынамыз, сізге 8 миллиондай немесе 6 миллиондай кредит одобрение шықты. Сіз айтыңызшы, бұны сіз атқарып жатсыз ба деп айтады. Сол кезде енді азамат бұл жерде аяқ асты осындай сұрақ қойғаннан кейін, енді көп ойланбастан бірден жауап береді. Жоқ, мен ондай емес. Немесе жаңа сим-картаны сұраған, әрине созғым келеді деп, сөйтіп SMS-кодты айтып жіберген жағдайлар бар. Мысалы даже мына почтаны өзін айтып отыр ғой, почтаны айтып қойып,
бір жас қыз 95 жылғы қыруар ақшасына айырылған болатын, 20 миллионға жуық. Ол жерде басына несие рәсімделді, өзінің атына тіркелген көлігін сатып жіберген, және де үйін сатып, сол ақшасын бәрін соларға жолдап жүрген болатын. Енді бұл жерде бізге түсіну керек жағдай мынау да. Негізінде SMS-кодты айту ол қатты қауіп төндірмейді басында. Қауіп екінші хабарласатын алаяқтан туындайды. Яғни SMS-кодты айтпау жөнінде халық көбінесе біледі. Енді 80% дейік білет ол жайлы. Айтуға болмайтын. Өйткені бейнероликтер көп шығады ғой. Бізде барып айтамыз, әрбір полиция қызметкері немесе болмасын, жаңа айтып отырмын, танымал кісілердің осындай бейнероликтері бар, SMS-кодты айтпаңыз деп айтатын. Соны біледі, бірақ артынан қандай іс-әрекет жасау керектігін білмей қалатын жағдайлар болып жатады. Соны мен айтқым келгені, екінші алаяқ хабарласып айтады, сіз SMS-кодты айтуға болмайтынын білесіз ғой дейді. Енді соны неге айттыңыз дейді. Соны айтқанның кесірінен алаяқтар сізге 7-8 банктен несие рәсімдеп жатыр деп айтады. Негізінде SMS-кодты айтып қойса, азаматтың егов желісіне кіріп кетеді, көбінесе жағдайда. Егов желісіне кіргеннен өздеріңіз білесіздер, бүткіл ақпарат бар, ол жерде. Үйі де бар, көлігі де бар, қандай заты бар, мысалы, бәрін көре алады. Және пенсионный начислениясінен бәрін көріп алады, дұрыс па? Зейнетақы қорына қанша сумма. Соның бәрін есептеп, бұл кісіге солай психология тұруда қорқыту әрекетін жүргізеді. Сөйтіп азаматқа өзіне сол несиелерді алдырғызып, солай сендіргізеді. Қазір алаяқтар қашықтықтан сіздің атыңыздан несие рәсімдеп жатыр. Соны тоқтату үшін сіз өзіңіз рәсімдеңіз дейді несиені. Несиені өзіңіз алып алыңыз, исчерпите весь лимит кредита деп айтады. Енді орысша айта берейін, осы сөз өйткені жиі кездестіреді халық. Соның бір құлақтарында қалып қалса екен деген ойымыз ғой енді. Соны істесеңіз, алаяқтар сіздің жаңағы кредит сізден артық аламай қалады деп айтады. Сөйтіп азаматтар алып тастайды кредитті, сосын айтады, бұл ақшаның бәрін қауіпсіз шотта сақтауыңызға болады. Ол біздің шотымыз, сіздің шотыңыз қазір қауіпсіз дейді. Қазір шоттарыңызға атака жүріп жатыр, сол ақшаны алып қою мүмкін дейді қашықтықтан. Ол дейді сейфовый ячейка дейді. Сейфте ячейкалар болады, сондай онлайны бар бізде дейді. Қазір біз сізге бірнеше шот берем, ол біздің жаңағы банк қызметкерлерінің шоттары, уайымдамаңыз дейді. Солаған ақша жолдасаңыз, біз сол ақшаны сейфовый ячейкаға салып қоямыз дейді. Сөйтіп, енді қай банктен оған кредит берді, жаңа несие берді, сол банктен өтірік бланк қағаз береді бұл азаматтарға, WhatsApp-на жібереді. Сіздің кредитіңіз толық жабылды, сізде ешқандай қарыз жоқ деген. Сонда азамат ойлайды ғой, енді мен болды. Сенбеу алдамақлар. Егер сен сенбей жатсаң, бізде бір жағдай болған, бір қыздың өзі SMS-кодты айтып қойғаннан 11 номерден звондаған. Әртүрлі ұйым болып таныстырған өзін. Бірінші SMS-кодты айтқызып қойды, Қазпоштамен. Екіншісі банк қызметкері болып қойласқан. Үшіншісі жаңағы бізде жаңағы жоғары банк бар ғой, сол Нацбанк дейді, ұлттық банктен хабарласады, соның қызметкеріміз дейді. Бір кезде ДЭР дейді, жаңағы экономикалық тергеп тексеру департаментінеміз деп, ол хабарласады. Кәсіге полиция қызметкері хабарласады, ол хабарласады. Полиция қызметкерін видео звонокпен де хабарласады. Сол кезде азамат, жердегі тұрған алаяқ, форма киіп алған Қазақстан полициясының. Енді азаматқа сенбеуге ешқандай, сіз айтқандай, мұша қалдырмайды. Сөйтіп түбінде азамат сеніп, ақшасын бәрін сөйтіп жолдап қойып жатады. Бұл енді өте кеңінен таралған. Енді екіншісіне өтіп кетсек, бұл инвестиция, жалған инвестиция. Енді өздеріңіз білесіздер, YouTube желісінде кеңінен таралған жарнамалар шығады. Мұхтар Жәкішевтің бейнеролигі шығады. Димаш Құдайберген бейнеролигі шығады. Көрген шығарсыз, ол роликтердің барлығы сол мақсатта құрастырылған. Яғни оңай ақша тапқыңыз келсе, мысалға ақшаңыз жетпей жатады, тағы бір нәрсе деп айту мүмкін. Біздің компанияға салсаңыз ақшаны, кәдімгідей 1000% сіздерге кепілдік береді, ақшаңыз көбейетіндігіне. Азамат алып сол перейти по ссылке дегенді басып өтіп кетеді. Өткеннен кейін не істейді? Онлайн брокер хабарласады. Сізге айтады, мына біз сіздің шотыңыз, сол шотқа ақша салсаңыз, 50 000 теңгеден бастаңыз бірінші дейді. Сосын пайдаңыз көріп отырасыз дейді. Сөйтіп азамат сені 50 000 салады, енді бір $100 деге. Олар өздерінен бізде $100 салдық деп өтірік көрсетеді. Сол платформада $200 деп тұрады. Негізінде бұл алаяқтыққа үлкен кісілер қатты ілінеді, жасы үлкен кісілер. Бұлар енді көп түсіне бермейді ғой. Ол кісілердің атынан негізінде Binance дегенді білесіздер ғой,
Binance деген приложение бар, криптовалюта дейді, USDT, соған тіркеп тастайды. Азаматтар білмейді оны тіркеп атқан. Сөйтіп оған тіркегеннен кейін верификация деген бар, түрінде бәрін түсіріп алады. Сөйтіп азамат верифицированный аккаунт болып тұрады ол жерде. Ал біздің азамат оны білмейді. Ана мошенник соны бейхабар, сол арқылы қолданады. Енді қараңыз, бұл жерде алаяқтық қалай әсер етеді. Енді ақшаны шешу керек қой ана кісіден. Айтады, міне 50 мың теңгесі қараңызшы, бір аптаның ішінде қыруар суммаға ұлғайды. Мына мысалға 27 мың теңге, жаңағы 270 мың теңгедей жиналды дейік. Енді ақшаны шешкін келсе, маған счетты беріңіз дейді. Счетін береді, сөйтеді 15 мың теңге салып жібереді. 10-15 мың, 20 мыңға болар болмасын ақша салып жібереді. Ал ол ақша қаяқтан түскен білесіз бе? Өзі сияқты алданып жатқан азаматқа, жаңағы алданып жатқан жәбірленушінің счетін беріп жібереді. Бірінен алып, бір-біріне түсіреді. Сонда анаған ақша түскен кезде бұл кісіде енді үміт пайда болады ғой. Болған енді сенімі арта бастайды. Сөйтіп ара-ата ақшаларын салады. Сөйтіп осындай елеумен бізде орын алды, 38 миллион теңгесін айырылған. Үйін залогқа қойып. Енді бұлар мысалға SMS кодта 2-3 күнде алдап тастауы мүмкін. 2-3 күнде алдап, осындай ақшаларын алып қою мүмкін. Ал екінші инвестицияда айлап ал дейді. Жаңағыдай үлкен ұзақ уақыттармен әдейі сөйтіп сенімге кіргіздіріп, ақшаларын бәрін салып алдыртып, сөйтіп кіргізеді. Сөйтіп ана кісі 38 миллион теңгесін айырып отыр, мысалға деймін да. Бұл жерде енді қараңыз, бұның жалғасы бар. Инвестициядан кейін ақшаны шешімге керек болады ғой, енді кәдімгідей қыруар ақша жиналды, 27 мың доллардай сізде жиналып тұр деп өтірік сендіртеді, мысалға. Сөйтіп осы ақшаны шешу үшін енді сізде инкассационный служба деген бар дейді. Соған жолдаймын дейді. Ол тағы алаяқ. Ол алады да, енді бұл ақшаның бәрі, сіз сеніңіз дейді, бұл ақшаның бәрі шетелде тұр. Сол ақшаны шетелден өзіңізге алдыру үшін сіз мемлекет аралық жаңағыдай бір ақшасын пайызын төлеу керексіз дейді. Және де мына алаяқ бар ғой, брокер, ол өзінің проценті бар ғой ол жерде. Мен процентімді де төлеңіз деп, ол да ақшасын алады. Көрдіңіз бе? Негізінде бұның барлығы енді ақшаның бәрін өзіне алып жатқандығын азамат түсінбейді. Сөйтіп оған да сенеді, инкассационный службада болғанда ақша жолдайды. Артынан енді ақшасы қалмағаннан кейін бұл кісілер өзін кінәлайды. Сен соңғы сумманы картаның номерін дұрыс жазбадың, сол себептен саған ақшалар түспей қалды деп өтірік азаматтың өзін кінәлі қылады ақшаның қайтпағандығына. Енді азамат сөйтіп қалып қалды ғой, бір үміті қалып кетті ішінде. Бір ақшам бір жерде бәрібір қалды ғой деп ойлайды. Сөйтіп жүріп, бұл кісі енді алданғанын түсініп полицияға хабарласады. Полицияға келіп арызын жазады. Одан кейін чектерін көрсетеді. Біз бұғаттар жұмыстарын жүргіземіз. Одан кейін енді білесіз бе қалай ұрынатынын? YouTube'да тағы бір реклама бар. Сіздерді егер брокерлер алдаса, біз заң көмегімен сол ақшаларыңызды қайтарып бере аламыз дейді. Ол брокер. Көргенсіз ғой, ол роликті көру бір жөн. Екіншісі былай болған. Алдыңғы жылы бір азаматша алданып, тамыз айында алданады, 42-ке дейін алданады. Бір 450-500 мың теңгедей ғана алып ақшасын аударып жібереді. Сөйтіп ар жазбайды. 3 ай ма, 2 ай өткеннен кейін ол кісіге хабарласады ғой. Біз юридический компанияданбыз. Ана брокерлер сізді алдады ғой, алдады. Осындай суммаңыз сіздің счетыңызда сол неде тұр екен, қатып тұр. Бұл ақшаны сізге қайтарып бергіміз келеді дейді. Көрдіңіз бе? Анау реклама шықты ғой, юридический услуга көрсетеміз деген. Тура сол схемамен нақты бірақ өздері хабарласады. Айтады, міне ақшаңызды қайтарып береміз дейді. Қайтару үшін сіз үйсіз керексіз деп тағы да үстінен ақша алады. Сөйтіп соңында осындай қыруар ақшаларынан айырылып жатқан азаматтар бар. Бұл енді өте кеңінен таралған, ана алаяқтар шетелде орналасқан. Соны мен сұрайын деп едім. Бұлар негізі бір-екі адам емес, кәдімгі топ болып жұмыс істейтін адамдар секілді. Өйткені мынандай схеманы меңгеріп, өзіңіз айтып отырсыз ғой, сатылап түрлі тәсілдермен орға жығады деп мысалы. Бірнеше адам болуы мүмкін ғой бұл жерде. Әрине, бұл колл-центр дейді оны. Колл-центрде 10-ға 15-ге жуық азамат қызмет атқару мүмкін. Ол жерде әрқайсының өзінің рөлі бар. Жаңа айтып отырмын, кино сияқты ғой бұл жерде. Сценарий болады. Мына азамат былай сөйлеу керек, мына азамат былай сөйлеу керек, мына азамат былай сөйлеу керек деп. Сөйтіп біздің азаматтарда сенбеуге жаңа айтқандай ешқандай мұрша қалдырмайды. Енді бұл азаматтарда өзімді айттым ғой, TikTok желісі болсын, Instagram болсын, инвестициялық ақша құйыңыздар деген мысалға көптеген азаматтар, ел танитын азаматтар жарнама жасап жатады. Бірақ енді өздері емес, бұны жасанды интеллект арқылы шығара ма, дауысын, түрін бәрін келтіре ме сонда? Негізінде қазір өзіңіз білесіз, ол атақты азаматтардың
енді аты жөнін жазып қалсаң неше түрлі бейнеролик шығады, дауыстары шығады. Соны енді жаңа искусственный жасанды интеллект дейді, соған салатын болса, ол жерге текстін жазып береді, сөйтіп азаматтың өзі сөйлегендей қылып сөйлетеді. Негізінде бейнероликті егер жас буын қарайтын болса, бұның анық алаяқтық екенін меңгеруге болады, негізінде түсінуге болады. Бірақ кей жағдайда енді үлкен кісілеріміз осыған ілініп кетіп жатады. Бірақ енді мен сіздерге айтарым, бұл жерде ол жарнаманың қалай өтірік екенін анықтауға оңай жол бар. Жаңа бейнероликтің оң жақ шетінде 3 нүктесі болады. Перейти по ссылке емес, оң жақ шетінде 3 нүктесі болады. Соны басып қарасаңыз, 100% жаңа рекламаның бәрі шет елде жарияланған көресіз. Google'дың өзінің положениесі бар, сонымен шығарып береді сізге. Онда құпиясы бар, иә? Құпиясы бар, оны басып көрсе, азамат басып қарайтын болса рекламаны, қай жерде, қай мемлекетте жарияланған, кім жарияланғанын көре аласыз. Бірақ Қазақстан компаниясы шетелдегі бір азаматқа не үшін жариялайды бұны? Бұның бәрі алаяқтық себептен ғой, солай емес пе? Сол себептен осылай ілініп жатыр азаматтар. Енді келесі алаяқтық түрі, айта берсем, алаяқтар Инстаграм желісінде жалға алады. Кейбір, мысалға, подписчик дейді, оқырманы көп Инстаграм желілерін арендаға жалға алып, бір определен сумма болады. Мысалға, 2-3 күн қолдануға бір кәдімгідей қыруар ақша беру мүмкін. Оған қоса Каспи Пей дейді ғой, IP-лар. IP-ні арендаға алатындар. Сөйтіп, жаңа алаяқ Инстаграмды да арендаға алды, IP-ні де арендаға алды, енді өзі алясын былай іске асырады. Сатылымда жоқ тауарларды ішіне салады. То есть, ол тауар жоқ, мүлдем жоқ, бірақ соны салып қояды. Міне, біздің складтың жабылуына байланысты, әсіресе бұл мейрам қарсаңында өте қатты кетеді. Міне, біз сотовый телефондар дейге, iPhone қазір кеңінен таралған. Жеңілдіктер жүріп жатыр. Осы ақшаны арзан бағада алып қалыңыздар деген неше түрлі жарнамалар шығады. Қарасаң, лайктары бар, подписчигі бар, и анау стористер тұрады ғой үстінде. Сол жерде алаяқтар деген бөлімі де бар. Басқа бір Инстаграм желілерін соның ішіне салып қояды. Мыналар алаяқтар деп, сенбеңіздер деп. Енді азамат сілтемен өтетін кезде айтады, сіз қалай аласыз дейді. Бірден төлейсіз ба, болмаса бөліп төлеу несі бар, жүйесі бар дейді. Енді Каспи арендасы бар ғой, Каспиан арендаға болды ғой. Сөйтеді бөліп төлеу ғой, енді көбінесе азаматтарымыз рассрочка алады. Бөліп төлеуді ұсынғаннан кейін, IP-ның атынан ана азаматқа счет оплата жібереді ғой. Сөйтіп азамат оплатаны жасап жібергеннен кейін түбінде не тауар жоқ, не ақша жоқ болып қалады. Мына IP-ға, IP бізде болды, ондай өтті. Бір IP-ның өзінен 7 миллион теңге айналдырып тастаған. Бұл кісіге 2 күн қолдану үшін 1 миллион теңге ғана пайда берген ғой негізінде, 1 миллион теңге. 2 күн арендаға ұстаған үшін. Бірақ қайтарған суммасы бұл кісінің 7 миллион теңге. Өйткені счеттары бәрі бұғатталды. Сол счет арқылы ақша аударымдар жүргендіктен азаматтар енді бізге арыз жазған кезде міне осы счетқа аударым деп көрсетеді ғой, осы IP-ға аударым деп. Сол себептен қайтару міндетті болады. Өйткені ары қарата жұмысын жалғастыру керек. Сол себептен біз азаматтарға айтарымыз осындай IP, Instagram сондайларды көріп, оларға да алдан қалмаса екен деп. Тауарды бір жерден алатын болсаңыздар да барып көріп, сол жерден алған дұрыс деп. Соны айтқымыз келеді. Енді біздің бала кезімізде алаяқтық деген нәрсені көп естімейтін едік. Біз білетін алаяқтар ол қарызға ақша алып бермей қашып жүрген азаматтар. Біз солай танитынбыз, солай көретінбіз. Енді қазір өзіңіз де айтып отырсыз ғой, түрлі тәсілге барады, неше түрлі жындығы жіберетін схеманы жасап қойған адамның ішіне кіреді. Бұның себебі неде деп ойлайсыз? Мына азаматтардың жеңіл ақша табу жолына құмарлығы ма, жоқ әлде мына әлеуметтік желінің сондай жылдам дамып кетуі ма, себебі неде бұның өзі? Енді бұл жерде негізінде жеке азаматтың өзіміздің енді бір заман талабына сай білімімізді негізді арттырып отырудың қажеттілігінде болып тұр ғой. Азаматтардың жаңағы цифрлық сауаттылығы деп айттым ғой ең басында. Сол сауаттылығымыздың аздығынан өзіміз осындай орнып жатқан жағдайлар болады. Енді осы ойлайсыз ғой, қарапайым халық қана алданып жатқан шығар деп, жоқ, полиция қызметкерлерінің туыстары да алданып жатыр. Ондай көп. Енді біз бір жерде айтып, бір жерін айтпай қалуымыз да мүмкін, ескермей қалуы мүмкін. Жаңа біз бір мәселені айтып жүрсек, екінші бір жаңа сіз айтқандай сөздің басында бір схемасы болады өзінің. Соны ойлап тауып, соны іске асырып жіберуі мүмкін. Жақында ғана айтып отырмын жаңағы. Сейфовый ячейка деген сөз естісеңіздер, бітті, бұл алаяқтық. Мән бермеңіздер. Енді біз айтарым сол интернеттің өте қатты қарқынды дамуы біріншіден. Екіншіден шетелде отырып қыруар ақша тауып жатқандықтан олар енді осындай айлаларын қатты іске асырып. Жеңіл жолмен ақша тапқысы келеді ғой. Біз енді жедел іздестіру шараларын жүргізгенбіз.
сол кезде ол алаяқтардың шет елде екенін орналасқанын анықтадық қой. Ресей, Украина. Жоқ, әрине істейміз. Егер де ол азаматтар, әрине бұл енді бұл жерде мынаны түсіну керек. Шет елде болғандықтан, мысалы Украина деге, Украинада бізде осындай анықталған алдыңғы жылы 4-ке жуық колл-центр ұсталды. Сол колл-центрдегі азаматтар біздің берген ақпарат ретінде ұсталды олар. Оған қатысы бар қылмыстық істер бәрі біріктіріліп сол жаққа жолданған болатынша. Бірақ азаматтары қайтпайды бізге. Өйткені енді екі ортада бір келісім шарт бар. Сол келісім шартқа сәйкес олар өздерінің заңдарымен өздеріне қамауға қалады болды. Ол сол жердегі іс-әрекеті тоқтайды. Елімізден табылса, біздің заң бойынша жауапқа тартылады. Иә. Егер де сыбайластар бізден тартылатын болса, енді оларға көмектесетін азаматтар бар ғой, жаңағы дроперлер деп айтады ғой. Оны біліп істейтіндер бар, білмей істейтіндер де бар негізінде. Осыны сұрағым келіп отыр сізде. Дропердің, жалпы осы дроперге қатысты заңнама іс жүзінде асып жатыр ғой бұл. Шынымен дұрыс айтасыз. Көз ашық азаматтар, теледидарды көріп отқан, жаңалықтан хабардар азаматтар біледі. Дропердің не екенін біледі, оның жауапкершілігі қандай, жазасы қандай болатынын біледі. А кейбір жастар білмейді, шыны керек. Білмегендіктен түсіп қалып жататындар бар. Осыны бір қатаң ескерте кетіңізші, әсіресе жастарға бұның артық қылмыс екенін, жауапкершілігі бар екенін. Бұл жерде енді 2025 жылдың 16 қыркүйегінен бастап қылмыстық кодексте 232-де бір бабы енгізілді. Осы бапқа сәйкес ең ауыр жаза ретінде 7 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы көзделген. Енді бұл ақша аударымдары ғой, сіз өзіңіздің банк счетыңызды үшінші тұлға бергендіктен, бұл банк счетының өзі бір құжат қой, жеке басын анықтайтын бір құжаттардың біріне кіреді, дұрыс па? Сол құжат болғандықтан, сол құжатты жаңағы алаяқтарға беріп, сол іс-әрекетпен сіздің счетыңыз арқылы ақшалар айналымдар жүретін болса, онда сізді жауапкершілікке тартады. Егер де сіз пайда көрген болсаңыз. Кей жағдайлар болады. Енді бұл жерде кішкене бөлу керек. Біріншіден, бұлар жарнамадан табады біріншіден. Жас буын әсіресе мектебін бітіріп, енді ғана қызмет етіп жұмыс істеймін деген ой болады, бірақ оқып жүреді. Енді үйде ақша жетіспеуі мүмкін. Әке-шешелер айтады, бір сенде бір кішкене көмектессейші дегендей, бір жұмыс тапсайшы деп. Сөйтіп бұлар онлайн жұмыстар іздеп кететін жағдайлар болады. Сөйтіп жаңа айтады, сен обнальщик боласың дейді. Жаңа саған ақша түсіп отырады сен счетыңа. Сол ақшаның барлығын саған көрсетілген бір счеттарға аударып отырасың дейді. Бұл азамат бізде бір сондай жас бала болған. Ақша түсіп отырған счет арқылы 7,5 миллионға дейін айналдырып тастаған бір азаматтың өзінен. Әрбір түскен ақшаны азамат бұл шешіп алып, сол ақшаны онлайн доллар дейді. Жаңа Binance айттым ғой. Сол онлайн долларға ауыстырады да, сол жерден холодный кошелек деген бар. Яғни анандай крипто кошелектер, сол кошелекке аударып жібереді сол ақшаның бәрін. Сондағысы пайдасы қараңызшы. 1 миллион теңгеден 8,000 теңге пайда көрген. Ойлаңызшы. Болмайтын сома. Сол ақшаның өзін пайда деп ойлап, бұл жігіт солай жұмыс атқарған. Сол ақша бір айдың ішінде ғана оның счетына айналып өтіп кеткен. Енді бұл біліп істеген азамат, тура сондай тағы бір мысал келтіре кетейін. OLX-тан табады жарнамасын. Оператор онлайн магазині деп тұрады. Тура сондай счетың ақша түседі, соның 5% сенікі, қалған суманы басқа счеттарға аударасың дейді. Сөйтіп бұл азамат аударады, бір айдың ішінде 3,5 миллион теңгеден аударып тастайды сол счет арқылы. Енді бұлар не істейді? Бұл кісілерге қатысты, егер сол қылмыстық жаңа заң күшіне енген күннен бастап іс-әрекеті жүргізетін болса, яғни 16 қыркүйектен бастап, бұлардың бәрі негізі қылмыстық жауапкершілікке тартылып жатыр. Біріншіден, бұлардың іс-әрекеттері сараланады. Одан кейін оларға түскен әрбір ақшаны сол азаматтарға қайтару міндетті болады. Енді бұл өте қиын мәселе, өзіңіз көріп тұрсыз. Тек қана қылмыстық жауапкершілікке тартылып қоймай, артынан осындай бүткіл қыруар сумманы қайтаратын боласың. Бұл біліп істеген. Екінші жағдай бар, білмей қалып жатады азаматтар. Ол қалай? Алаяқтар алдап жатқан кезде сіздің счетыңызды біледі, сөйтіп сіздің счетыңызға ақша салдырып жібереді. Артынан хабарласып айтады, мен сізге қателесіп ақша жолдап жібердім. Сол сумманы басқа счет беремін, соған көрсетіп, соған аударып жібересіз бе деп айтады. Сөйтіп азамат сенеді, алып сол суммаға ақшасын салдыртады, сөйтіп сол ақшаны басқа счетқа аударып жібереді. Көрдіңіз бе? Осындай іс-әрекет. Және үшінші жағдай, енді мына азаматтарға енді ескерту шарасын айта кетейін, осы жерде қосып ренжімесеңіз. Егер де сіз күтпеген ақша түсетін болса,
мейлі 10 мың теңге, 20 мың теңге, одан да сорақ 500, 600, миллиондап түсіп кетуі мүмкін. Сол ақшаның түскеннен кейін артынан хабарласып, біз ақшаны қателесіп жіберіп қойдық дейтін болса, ешқашан да ақшаны аудармаңыздар. Бүйтіп айтыңыздар. Ол перевод жасады ғой. Перевод жасағаннан кейін отменить перевод деген бар. Отмена перевода жаса, мен саған подтверждение жасаймын сол приложение арқылы. Сол кезде ақшасы өзіне қайтады. Ни в коем случае ешқайда жағдай болмасын, ол азамат артынан алаяқ хабарласқан азаматтың берген счетына аударған болмайды. Өйткені соңында осындай жауапкершілікке әкелуі мүмкін. Одан кейін екінші жағдай, сіз өзіңіз банкке барып арыз жазасыз, мен күтпеген ақша түсті, соны өз иесіне қайтарып беруіңізді сұраймыз деп айтасыз. Сөйтіп ақшасы өзіне қайтады. Үшінші жағдай, азаматтық түрде сізге үстіңізден арыз жазылады. Бұл азаматтық қылмыстық емес. Азаматтық түрде арыз жазылғаннан кейін сот сізді осы ақшаны қайтаруға міндеттейді. Сіз аласыз да қайтарып бересіз, болды. Сіз ешқандай жауапкершілікке тартылмайсыз. Түсінікті ғой, сақтанған жүріс. И үшінші жаңағы мәселе, бұл жаңағы қайттан артқа қайтсақ, инвестиция бойынша айттым ғой, Binance счет ашады деп. Сол кезде жаңағы Binance-тың өзінде кейбір азаматтар бар, USDT-ларын сататын. Яғни бұларда онлайн обменник болады. Енді ақша ғой, пайда ғой. Бір арзан бағаға сатып алды долларды, сөйтіп қымбат бағаға сатып жүрген азаматтар ғой. Сөйтіп USDT-ін сатам деп бір определенный сумма қойып қояды. Бұмен алаяқ сөйлеседі. Мына біздің азаматпен. Айтады, сен USDT-іңді осындай суммаға сат дейді. Жарайды дейді. Қазір мен саған счет беремін дейді. Мақұл дейді. Сөйтіп алаяқ алады да, алдап жатқан азамат бар ғой. Инвестиция бойынша. Соған счетін алдыртады да мына кісіге береді. Сосын мына жігіт бар ғой, бірінші USDT-ні сатып жатқан. Сол айтады, счетыңды бер дейді. Счетін береді. Счетін беріп, біздің алдап жатқан азаматқа береді. Инвестиция ақша сал деп. Мына кісі алады да инвестицияда 500 мың салып жүреді ғой. Мынау чегін алып, мына біздің азаматқа берген кезде, мына азамат көріп тұр ғой, енді Binance-та верифицированный аккаунт. Өзі де ойлайды. Чекті берді, бәрін көрді, сөйтіп өзінің таза онлайн ақшасын алып алаяққа аударып жібереді. Сонда отмывание денег дейді ғой, енді ақшаны сөйтіп айналдырып кетіп отыр. Мына азамат, енді жаңағы алданған азамат бірінші инвестиция бойынша келіп арыз жазған кезде кім счетін көрсетеді? Мына кісінің. Мына кісінің счетін біз блокқа қоямыз ғой. Сосын бізге келіп блок бойынша шағымдарын білдіріп жатады. Сол кезде біз айтамыз, осындай ақша түскен, ол алаяқтық жолмен түскен, саған білесің ба деген кезде, мен криптовалютамен USDT-ні саттым ғой дейді. Көрдіңіз ба? Осындай жағдай болды. Сонда да сенбей жататындар бар, сенбей жатады. Жоқ, бірақ енді банктер счеттары бұғатталғаннан кейін бұл сенбеу, сену деген мәселе ол жерде қарастырылмайды. Өйткені ол біз босқадан босқа бір болмайтын счет, мысалға азаматтың счетін бұғаттап тастамаймыз ғой. Бәрі заң жүзінде. Бізге берілген мағлұматтың қиын схема, өте қиын схема. Өйткені шынымен де сау адам жынды болып қалатын жағдай ғой бұл. Сондықтан сіздердің жұмыстарыңыз өте күрделі, қанағына жетуден оңайға соғатын дүние емес шыны керек. Енді қараңызшы, алаяқтың арбауына түсіп қалған азамат алғашқы қадам қандай болу керек, бір кеңесіңіз айтып кетсеңіз. Енді біріншіден енді алаяқтың арбауы деп біз қалай түсінеміз? Хабарласуы да бар, енді ақшасын алмай қой. Тақырға отырып қалды дейді мысалға. Түсінгеннен кейін не істеу керек? Түсінгеннен кейін тақырға отырғаннан кейін. Біріншіден банкке хабарласу керек. Өйткені ақша перевод жасағаннан кейін банкке хабарласып айтады, мен осындай сумманы аударып жібердім, мен алаяққа алданып қалдым. Осы счетты бұғаттап беріңізші деп бірінші арызға өтінішін білдіреді. Біріншіден банкқа. Екіншіден дереу полицияға барып арыз жазады. Арыз жазған кезде бүткіл счеттарын көрсету керек, выписка из банка керек, жаңағы бүткіл перевод жасалған чектер бар. Сол чектердің бәрін егер дер кезінде бұғаттау шарасын жүргізетін болса, ол азамат алаяқтың айтқан басқа счетына аударып жіберуге үлгермей қалуы мүмкін. Сөйтіп сақтап қалуы мүмкін. Бұл жағдай енді жарайды. Бұл өзіміздің іс-әрекетіміз, мысалға келген арызды біз обрабатывать етіп отырмыз. Бірақ банкте өз кезегінде, жаңа қазір таңда бір құрылғы бар, сол құрылғы арқылы банкке хабарлар түседі ғой енді. Сен бір андай қауіпті бір переводта жүріп жатса, банк алып өздігінен бұғаттап тастайды. Соны тексеруге бізге жолдайды. Сондай кезде азаматтың ақшасы заморожен ғой, қатып қалады да, сол ақшасы кейін иесіне қайтарылып жатады. Бірақ енді бұл жағдай өте аздау, көбінесе ақшасы аударымдар кетіп қалып жатады. Сол себептен бірінші банкке хабарласу керек, екіншіден полицияға барып бүткіл доказательство, қандай номерлер хабарласты, қандай чектерін бәрін сақтау керек, қандай азаматтарға чектерді аударып жіберді, соның бәрін көрсету қажет. Сол кезде ғана бұғаттау жұмысын жүргізу арқылы азамат ертең азаматтық түрде арыз беруге болады да, сол адамдардың үстіне. Сөйтіп ақшаларын қайтарады.
зейнеткерлердің шыны керек сеніміне кіру оңай. Иә. Ал енді мына жастарымыз бар біздің, мектеп оқушылары бар мысалы, оларды да қорғауымыз керек қой біз. Қайтып қамтамасыз етеміз, қалай күресеміз жастар, балаларымызды қорғау үшін. Бұл жерде енді балаларымызды қорғау үшін негізінде әке-шеше енді үйден ғой көбінесе тәрбиенің бәрі. Балаларыңызды егер бір жұмыс істеуге мәжбүрлеп жатсаңыз, қараңыз қандай жұмыс істеп жүргендігін. Кішкене болсын бақылау жасау керек. Өйткені ол азаматтар, балаларыңыз тіпті ойын ойнап арқылы өздеріне жаңағы алаяқтармен танысып қалу жағдайлары да кездескен. Мысалы ойын арқылы кездесіп, бізде енді анау бар ғой, интернет арқылы қорқытып, террористік акт бойынша өтірік жалған ақпараттар тарату кеңінен таралады ғой. Осы жерде бомба заложена деген сияқты сондай іс-әрекеттерге де барып кетуі мүмкін. Ертең үстіңізден арыз жазылады, үстіңізден қылмыстық іс қозғалады, оның үстіне жаңағы қыруар штрафы бар, соны төлейтін боласыздар да. Ол өте қиын нәрсе. Сол себептен біріншіден үйде бала шағамызға тәрбиесіне қарап мән беріп, егер де бір жұмыс істеуді талап етіп жатқан болсаңыздар, онда барып істейтін, қолмен істейтін жұмыстарды ғана істесін. Онлайн жұмыстарға ерге бермесін. Өйткені артынан осындай дропер болып кететін жағдайлар өте көп кеңінен таралған. Екіншіден біз полиция қызметкерлері күнделікті негізде жаңағы бізде ювеналдық полиция тобы бар, жаңағы кәмелет жасқа толмағандардың істер жөнінде қызметкерлер бар. Олар мектептерде барып айтып жүр. Оның бәрі күнделікті жүргізіліп жатыр. Осы арқылы енді айтамыз деген ойдамыз, түсінікті жеткіземіз деген ойдамыз осы. Одан кейін енді қалай айтсам екен, интернет желісі ғой. Интернет желісінде мысалы қазір таңда мошенники деген кино көріп жатырсыз, мысалы болып жатыр. Сондай бір алаяқтық бойынша сондай бір бейнероликтерді бір мән беріп көп шықса деген ойдамыз. Тіпті YouTube желісінде өздеріңіз көрсеңіздер болады, звонок деген жаңағы документалдық кино бар. Бұл осы Қазақстанда түсірілген, жаңағы бір банктың есімде жоқ, қай банктың есімін. Солдан көретін болсаңыз, интернет алаяқтығына алданған азаматтардың шынайы қалай алданғанын айтып береді. Оның өзі бізге үшін бір сабақ, дұрыс па? Соны көріп біз үйреніп жүргеніміз абзал деп ойлаймын. Және де біздің енді киберполицияның өзінің әрбір облыстың, әрбір қала болмасын полиция департаменттерінде киберполицияның Instagram парақшалары болады, TikTok парақшалары болады. Соларға тіркеліп, ол жерде де бейнероликтер жарияланып тұрады. Соны көріп отырса. Одан кейін енді осы алаяқтықтың алдын алу бойынша біз осы жылдан бастап полиция басқармаларымен бәрін біріктіріп, ауыл чаттарына бейнероликтер, фото брошюралар жіберіп жатырмыз қазір таңда. Сол егер де сізге чатқа сондай фото бейнеролик келіп жатса, бір мән бермей, қарамай қоймай, керісінше соны кіріп, көріп, бір өздеріңізді назарыңызға алып отырсаңыздар. Өйткені ол өте үлкен қауіп, ол әркімнің үйіне келуі мүмкін. Бұндай алаяқтық. Әрине сақтансаң сақтайды дейді. Жалпы метрода жүрсек те, қоғамдық көліктерде де жүрсек те, жадынамаларды көреміз. Сіздер тарапынан ескерту, одан кейін жаңағы аудио тұрғысынан да хабарлап жатады. Сіздерге осындай ұлттық қауіпсіздік комитетінің атынан, прокуратураның атынан, банк қызметкерінің атынан қоңырау шалып жатса сенбеңіздер деген сияқты. Бірден өздеріңіз сияқты мамандарға қоңырау шалып, хабарласу абзал деген жаңағы аудио жаңа хабарламалар жиі естіп жатамыз. Әрине бұның өзі сақтық шараларына жетелейді деп ойлаймын. Енді бағанадан бері айтып отырмыз ғой, алаяқтықтың түрлі тәсілдері дамып жатыр деп жатырмыз. Танымал тұлғаларды жасанды интеллект арқылы сеніміне кіріп жатады деп жатамыз. Жасанды интеллекттің де өзінің пайдасы бар, зияны бар. Енді пайдасына келейікші. Қазір президентіміздің өзі де айтып отыр, біз жасанды интеллектке көңіл бөлуіміз керек, цифрлық жүйеге қадам басуымыз керек деп жатырмыз. Осы цифрлық формат сіздердің қызметтеріңізге қаншалықты қолайлы болып жатыр бүгінгі таңда? Енді бұл бойынша, бұл енді тікелей жаңағы президентіміздің тапсырмасы, осы жылды жаңағы цифрландыру және жасанды интеллект жылы деп атады. Осыған сәйкес енді бұл тікелей ішкі істер министрлігінен қолға алынған жұмыс. Енді ол кісілерге бірінші солардан келеді, ары қаратай бізге тапсырмалар бөлінеді, қаншалықты ол көмектесетіндігі жайлы. Бізге келіп жатқан мәселелер бұл нелер? Қазірше сабақтарын өтіп жатырмыз. Андай кибергигиена деген мәселе бар. Бұл енді әрбір ұйымдарда да өтіліп жатыр. Citizen Sec деген бар, бір программный құрылғы обеспечениеге. Сол арқылы кіріп,
азамат өзін бірінші цифрлық әлемге көшпес бұрын кейбір гигиенаның қалай сақтандыру керектігі жөнінде жаңағы алгоритмдер бар. Соны толық жаңағы оқып білуге қажет. Яғни сол имтихандар бәрін өтіп, әрбір қызметкер, әрбір жаңағы мемлекеттік қызметкер болмасын, соның бәрін тақырыптарын өткеннен кейін барып қана олар цифрлық әлемге көшеді. Қазіргі таңда бізде үйрету процесі жүріп жатыр. Жаңағыдай бізде өзіміздің жаңа заманауи технологиялар мысалға қолданбас бұрын бірінші сабақтар өткізіледі. Квартал сайын мысалға ішкі істер министрлігі өзіміздің академияларымыз бар. Сол жерлерде заманауи технология бойынша түсіндіру жұмыстары, жасанды интеллект бойынша қалай қолдану керек, қалай осы болашақ өмірімізге мысалы қызметімізге қандай оң пайдасын тигізетінін соның бойынша түсіндіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Енді жасанды интеллект қазіргі таңда енді қолға алып жатқанымыз бұл енді бейнероликтер көбінесе. Мысалға жұмыста отырып бір халыққа түсінікті ретінде мультфильмдер шығып жатады мысалға. Түсіндірме шаралар. Енді оның бәрін арнайы бір жерге барып жазудың қажеті жоқ. Жаңа бір өзінің құрылғысы бар, приложениесі. Сол приложение жазып алып, сол арқылы текстін жазасың, ең бастысы. Дұрыс, уақытылы. Сол ішіне салған кезде сізге бейнероликті шығарып береді. Бұл бейнеролик біз үшін қызықты болады, интернет желісіне де жақсы тарайды. Сол мультфильм дейік қой, жаңағы анимациялық роликті көру арқылы азамат өз-өзін сақтайды мысалы. Көз ашылады. Иә, көз ашылады. Ол да бір жақсы септігін тигізіп жатыр. Оған қоса енді жаңа дефект дейді ғой, оны да қолданып жатқан жағдайлар болады, бірақ енді көбінесе негізі қолданбаған жөн. Өйткені ол азаматтың өзі сөйлеген дұрыс қой, енді қандай жағдай болмасын. Енді мультик жағынан келтіретін болсақ, енді ол осы. Енді жас буын көп қарай бермейді ғой қазір, көп контент қарай бермейді. Көбінесе оларға қызығы сол тез-тез бейнероликтер, бір анимациясы бар бейнероликтер, соларды көргісі келеді. Сол себептен енді халыққа жалықтырмау, түсіндіру, сол қалпымен де сол үшін пайдаланып жатыр. Сіздердің саланың өзі пайда болу себебі де мына қазіргі шыны керек алаяқтық фактінің түрлі жаңағындай схемалардың қаптап кетуіне байланысты, мына халықтың арыз шағымының көбеюіне байланысты пайда болды десек те болады. Осы болған жоқ, кейіннен пайда болды. Енді осы салада айта кетіңізші, осы мамандар жеткілікті ма сіздерде? Әрине, бұл енді мемлекетпен бекітіліп жасалынады ғой барлығы. Сол жердегі штат санына қарай, бөлінген ақша қаражатына қарай бөлінеді. Әрине жеткілікті. Бірақ десек те, мысалға жасанды интеллект жайлы қоса кетсем, осы сөзімде, бұл банктерде қолға алынған. Мысалға айтып отырмын ғой, бір азамат қайта-қайта бір ақшаны басқа бір шотқа аудара беретін болса, сол азаматтың шоты бұғатталып кетуі мүмкін. Бұл жасанды интеллект қосылғанның септігінен. Мысалға Каспий банктегі сол банктерде өздері жасанды интеллектін қосқан. Сол арқылы автоматты түрде ол шоттар подозрительный деп бізге бұғатталып түседі. Бірақ тексеру жағы бізге жүктеледі. Біз соны тексеріп, қарап, ол азаматтың егер алаяқтыққа тап болмаған болса, шотын бұғатталуын шешіп беріп, сондай жұмыстарын жүргіземіз мысалы. Енді штат санына келетін болсақ, штат саны енді ол тікелей ішкі істер министрлігімен бекітіледі. Қазіргі таңда жеткілікті, ақындап, енді уақытысымен ғой, енді бірінші андай, қалай айтсам екен, стартовый этап болғандықтан, бұл жерде енді көп жаңағы мағлұматтарды бірден ала салу мүмкін емес. Өйткені заманға сай қалпына келтіріп отыру керек, дұрыс па? Егер де бір жағын қатты тартып дамыта бастаса, екінші жағы қалып қалып жатады. Сол себептен соның бәрін ескеріп, әрбір ішкі істер министрлігінің өздерінің алқа отырыстары болады, сол кезде осы мәселелер талқыланады. Әрбір жаңағы проблемный дейік қой, мәселелер көтеріліп, дұрыс шешімдер қабылданып жатады. Министрлікке қарасты академиялар бар, мысалға. Ол жерде де осы киберқылмыстық центрлер бар. Оқытады. Оның өзі көңілді қуантады. Әрине. Өйткені білікті мамандар, білікті кадрдың көбейгені, ол мына түрлі жаңа қылмысты тежейді деуге болады. Біздің негізінде біздің қызметке келудің өзі де мысалға, егер бос орын, лауазым біріншіден болу керек, сол лауазымға сәйкес болу үшін негізінде осы ішкі істер министрлігінің академиясында сол бөлімді оқып шыққан болса, немесе жаңағы енді гражданский вуз дейміз, азаматтық вуздарда, қарапайым вуздарда IT мамандығы бойынша егер білімі бар болған болса, сол азаматтар негізі қабылданады. Бізде сондай талабы бар. Енді Әлеке, алтын уақытыңызды қиып, біздің студиямызға келгеніңізге мыңда бір алғыс. Менен бір өтініш,
тағы да біздің студиямызға келіп тұрсаңыз, өйткені мына алаяқтық қылмыс ол күн санап жаңарып жатқан дүние. Сондықтан сіздің әрбір кеңесіңіз, сіздің әрбір жаңағы өзіңіз секілді мамандардың ескертпесі халыққа, ақпараты ауадай қажет деп ойлаймын. Сондықтан егер мүмкіндігіңіз болса, біздің студияға келіп, осындай халыққа қажетті қылмысты алдын алуға байланысты ақпаратыңызбен бөлісіп отырсаңыз деген ұсыныс тастағымыз келеді. Алдағы уақытта әрине уақытыңызға қараймыз. Әрине, иә. Сіздердің де уақыттарыңыз болса болды, келіп тұрамыз, айтамыз. Сондықтан сізге ең бастысы сіздерге амандық тілейміз. Елімізде бұндай қылмыс көбеймесін деген тілек білдіргіміз келеді. Сондықтан бағанада айттық қой, сақтықта қорлық жоқ дейді. Сақ болайық, аман болайық. Жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Сіздерге де табыс тілеймін. Көп рахмет осылай шақырып. Енді бірінші мақсат ол халық игілігі үшін барлығы. Әрине. Қандай жағдай болмасын, халқымыз соны енді сіздердің жаңағы репортаждарыңыз көру арқылы енді біз ол жай себепшіміз ғой енді. Бірақ түсіну, қабылдау, алданбау енді азаматтардың тікелей өздеріне байланысты да. Сол себептен осындай бейнеролик, егерде репортаждар шығып жататын болса, салғырт қарамай соны бір қарап, кішкене болсын цифрлық сауаттарыңыз артса екен деген ойымыз. Ең басты мақсат осы. Тек халық игілігі үшін. Құрметті көрермендер, осымен бағдарламамыз тәмам. Келесі аптада кездескенше аман есен болыңыздар.